Arman quvib keldim Алматыға. Жету керек қойған. Бұл менің туып өскен ауылым. Қазіргі атауы Қазыбек би деп аталады. Ал бірақ та бұл ауылды басқаларға айтып жеткізу қиын. Себебі баяғы ағаларымыздың түсінігі болса керек, Молдық деген атаумен қалған. Қимылдаған әрбір қылығымды ерекше бір сиқырлы бұл қала. Жібермейді не кет демейді, алды мені сиқырлап ертеңгі күн құпия. Салынба сен уайымға, Алматыда қалдың ба? Жоспарыңды құрып ал, достарыңды жиып ал, бізбен бірге көңіл көтер. Hadden bi allergien zijn ritten Jan, je dat bi only zijn ritten Jan. Maar ik geld dat gewoon Vian, je droom on die in ritten Jan. Meer dan een villa van een zichte Jan, dat bi only. Ал бұл Мағжан, бұл жігіт өте еңбекқор және зерек. Өйткені күннің ыстығына қарамастан ораза ұстап тіршілігін жасауда. Шұғыл жаңалықтар. Бүгін желдің ұйтқуына байланысты Қазақстан аумағында ғаламтор желілері 2 сағатқа істен шықты. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ойбай, не бұл жатыр? Ал бұл Асан. Ол ұйқыны жақсы көрген соншалық бір апта бойы ұйықтауға дайын. Бұл өзіне айтылған сөзге әрдайым қарсы. Алло. Қалайсың досым? Жақсы өзім. Жақсы, не істеп жатсың? Сол ұйықтап жатырмын. Ұйықтап жатсың ба? Енді не істейсің ұйықтамағанда? Ораза емес па? Негізі досым, ораза айын ұйқымен өткізген болмайды. Ораза айында сен өзіңді жақсы шақырып жүргету үшін, жаман әдеттерден арылу үшін берген ай бізге. Мағжан, маған өзгерудің керегі жоқ. Әркім өз қатырын өз қазсын. Соқыр тауыққа бәрі бидай екен ғой. Ай, әлі аудан шығудың уақыт бар екен ғой. числа покинуть территорию города. Поместили на карантин. Карантин державы. Миллиардер Илон Ривз Масктың қазіргі интернетке қарағанда жылдамдығы күшті желісі екен. Пойыз сияқты өтіп жол аспанда. Көрінді ма? Әй балам, тұрсай, оразаңның жартысы ұйқымен өтетін болды ғой сенің. Тұрып магазинге барып, кешке ауызашарыңа анау-мынауыңды алып келсейші бар. Қазір. Ай, жұрттың бәрін айтып, жұрттың бәрі скриптан етті.
Эй. To'xta. Я больше не хочу, чтобы кругом были одни сиденья. В той комнате так же. Давай не будем говорить о вкусе. Ama жаңағыларды өзіміздің магазиннен алайын ба? Қандай өзіңіздің магазин? Қаяқтан білейін, ауылда 3 магазин бар адамызда бір тиынсыз жіберіпсіз ғой. Өзіңде бар шығар ақша? Қайдағы қазір ол карантин болғалы, тойда жоқ, оның үстіне ақша да жоқ. Қазір қайта маған бір нәрсе уайым болып жүр. Сезонға дейін кәсіпшілеріміз сыймай қалып, жасыр екеуміз заказбен мал бағып кетпесек болды деп отырмыз әйтеуір. Бұл да тентек әйтеуір. Әр нәрсені бір айта бермей ма, барып кел магазинге. Assalamualaikum. Қалай көрші? Жақсысың ғой? Жақсы. Не болды? Түрің Мұрат әбден алып. Айтпа, ұйқы қалмай. Көздеген ісіп кетті. Шымкентке кету керек еді ертең. Карантин 11-не ашылады дейді ғой, естідің ба? Ашылса жақсы болар еді сол. Ауылда жүре бер. Olmay кетті. Ертең оқуға кететін. Болды онда. Боп, жас. Қайда шықтың? Магазинге сол кешке анау мынау алып қайту керек. Боп. Қалай братишка? Ол қалайсың, братан? Жақсы. Неме? Алласа анау-мынау бар ма? Міне қалбаса, міне анау, бірақ мынау қалмады. Міне шу хазиніңізге ерте күліп берсем болады ма? О, братан, ақшасы! Көрші мен қарызым бар ма? Сіздің қарыз емес магазин жоқ шығар, я? Не деп тұрсың? Атак менде бір магазинде қарыз жоқ. Просто ол білет мен төлемейтінімді. Мен одан да бастыға тұрмай, жазып қой ертең 42 мың түссе береміз ғой. жаңғырып өз-өзімді іздеймін жан-жаққа ән салдырып тағдыр жазған менің бар мәнім сол әнді табу арманым жақсы өзің қайға шықтың? Футболға өзің. Қол бос айналып сол ауызды ашып болып шыққам ғой. Футболға болса барып қайта салайық, ә? Сөйтіп өткенде кел атамыз ғой. Өткендегі ерландармен бірге ше. Сөйтіп болған амандасып тұрған екен. Ей, тоқташы осы жерден. Осы жерден тоқташы. Не болды Асан? Магазинде темекі алып шыға салайыншы. Асан, өткендегі мен қарызым қашан бересің? Болды, берем тамақ 42 мың түссе. Қашан қалдайсың? 42 мың теңгенің үшеуі түсті ғой. Ой, міне сенбесең, міне заявка жібердім, 4-ші этапты құтқарсаң, берем ғой тағы. Sport,
жақсы ойнадыңдар ма? Жігіттер нан көрдіңдер ма? Пабло Эскобарды. Ей, осы жұрттарға таң қалам деймін де. Ja, сіздерін істеп алады да, ертесінде қарасын кешірім сұрап отыр. Ол үшін нәрсе емес, мен ол YouTube-қа шыққан. Ой, Қазақстан арнасынан көрсетіп отыр. Қойшы ол кәдімгі Қазақстан ба? Қазақстан арнасынан. Біздің ауыл түсіріп отыр ма? Қазбекби ауылын түсіріп отыр. Намып кетіп десе, сөйтіп оғаш десе ауылда, Бұл да оңай емес, Оғыз, жаңа ауылда көп жаңалық болып отыр, соңғы кезде да. Свет қойылып жатыр екен ғой. 20 жылдық жүйе қойған ауылдар. Кім анау, кім? Ай, Оғыз, араласпай ақ қойыңдар, өзім шешіп қайтайын ба. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңізсің бәрі бос. Ай, өзекті пенде болған соң сүрініп кейде құлайсың, әр кәлләді бір қиян. Қайтарсың қайтармайсың, или басқаша сөйлесу керек па? Басқаша? Не болды, біраздан береміз ғой. Қашан бересің? Ертең 5 миллион ұтып алайын, беремін. Мазақ қылсын маған беретін? Ой, жіберші қандай мазақ. Алдымнан бір шықса ғой күліп бәрі, кетті ғой құрып бәрі. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішім дүртеп барады қайғалы. Досым, амансың ба досым? Айналайын досым. Тірілдің ба? Мажан. Сен ба? Қайдамын? Анағым тұршағым. Асан, саған қанша етін ұнамадың? Асан, саған қанша етін ұнамадың? Үлкен адамға сөз қайтарға болмайды. Өте ұят нәрсе. Бұл қылықтан сен жақсылық апармайтын болсаң кеше айт. Бұл қылықтан сен жақсылық апармайды досым. Бұл өмірде сыйласып жүргенге не жетсін. Сен дұрыс айтқан екенсің. Бұл істегендерім жақсылыққа, жалқаулығым, қылықтарым ешбір дұрыс емес. Бірақ осыдан қара, екінші сериалда анамыз хиров шығады. Айтпайтын жоқ ей.